Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, назарларыңызда дәуірді бірі. Бүгін біз Павлодар облысындағы Баян ауылдамыз. Баянның беліне жиналған жұрт көп. Өйткені Жаяумса Байжанұлының 190 жылдығы аталып өтіп жатыр. Дәл осы керемет іс-шараға бастамашы болған, қолдау көрсеткен облыс әкімі Асайын Байханов мырза. Енді бүгінгі күннің ережесіне келетін болсақ, күн тәртібіне келетін болсақ, ұлттық спорт ұлықталып жатыр. Қазақ күресінің палуандары белдесіп жатыр, командалық көкпардың тартысы болып жатыр. Оның сыртында біз таспалайтын үш бірдей бәйгі бар. Жергілікті жүйріктер жарысы, топ бәйгі және бәйгілердің төресі аламан. Үшеуіне тігіліп отқан жүлде қомақты үш бірдей су жаңа автокөлік. Енді осы бас бәйгіні қай тұлпар жеңіп алады деген сауал бар. Ол сауалға сіз бен біз бірге жауап табамыз. Назарларыңыз бізде болсын. Біз бүгінгі бәйгені бастаймыз. Міне қымбатты көрермен, жергілікті жүйріктердің жарысы басталды. Топ бәйгі 15 шақырым, жалпы жиыны 28 жүйрік. Міне бәйгі тілеп, бәйгі сұрап тұрған тұлпарлар тығыршып, бәйгіні бастап кетті, бар жылдамдықпен өздеріңіз көргендей шауып барады. Міне қымбатты көрермен, көзді ашып жұмғанша бірінші айналым аяқталды. Топ бастап бара жатқан 5-ші нөмірдегі тұлпарымыз атын атап түсін түстейік. 5-ші нөмірдегі Жұмат Шанин ауылының жүйрігі. Енді осы жергілікті жүйріктер жарысы екенін біз айттық. Тағы қаперлеріңізге салайық. Бұл жерде шауып отқан 28 жүйрік тек қана осы Баян ауыл ауданының арғымақтары. Енді осылардың арасында бұған дейін бәйге алып, бәйге шауып жүргендері бар. Солардың атын атап түсін түстейік. Солардың қатарында деп айтайық, Қарақат бар. Одан кейін 27-ші нөмірдегі Майдан Қасқа бар. 16-ші нөмірдегі емес, 1-ші нөмірдегі Қарағыз бар. Және де Садуов Махамбеттің бұйымтайы бар. Осы 4 тұлпар арасында тартыс болады деген болжам айтылып отыр. Топ бастап бара жатқан Қарақат екен. Сұлтан Төрехан тақымдаған Қарақат өздеріңіз көргендей топ бастап барады.
Міне өздеріңіз көріп тұрғандай жүйріктер әлі де топтасып баратыр. Жұлқынып алдыға шыққанын әзірге біз байқамай тұрмыз, бірақ әлі де топ бастап баратқан сол 5-ші нөмірдегі Қарақатқа ұқсатып тұрмыз. Екінші айналымды аяқтап бара жатыр. Әлі де сол топ бастап бара жатқан 5-ші нөмірдегі Қарақат. Қазір қымбатты көрермен, ауа температурасы өте қолайлы болып тұр. Біздің жүйріктер үшін қазір айтып қояйық, қазір 22 градус жылы болып тұр, бірақ күн бұлтты, батыстан соққан самал жел бар. Енді бұл ауа температурасы жалпы бәйге шабатын жүйріктер үшін өте қолайлы, өте ыңғайлы деп айтсақ болады. Біздің жүйріктеріміздің де шабысын өздеріңіз бағамдап көріп отырсыздар. Барлығы да төрт аяқтарын тең тастап, алқынбай, жұлқынбай шауып келе жатыр. Топ бастап келатқан тұлпарлар қазір біздің алдымызға келсін, атын атап түсін түстейміз. Енді осы тұста бүгінгі өтіп жатқан бәйгінің негізгі тақырыбын тағы бір қайталап өтсек артық болмас. Жаяу Мұса Байжанұлының 190 жылдығына арналған дүбірлі той.
Mine 3 aynalım kaldı deyip töreşliler aytıp otur. Әлі de top bastap para жатқан Karakat. Енді бүгінгі біз бағана бәйгі басында айтып өттік. Атбегілер болса Karakat, жаңа қара қызды айттық. Және майдан қасқа бар, одан қалды бұйымтай бар. Осылар бәйге алат деп болжаған еді. Атбегілердің болжамы келе ма, жоқ әлде басқа бір тұлпардың маңдайы жарқырап келе ме, әзірге белгісіз. Әліптің артын бағамыз, жүйріктердің шабысы жаман емес. Барлығы бір қалыпты шауып келе жатыр. Міне біз айтып ау жиған жоқпыз, жүйріктеріміз 4-ші айналымды аяқтап келе жатыр. Топ бастап келе жатқан әрине Karakat 27-25. 27 майдан қасқа, 25-ші нөмірдегі баян қасқа. Майдан қасқа, баян қасқа Karakat. Топ бастап баратқан Karakat. Біз Karakatты жиі айтып тұрмыз, өздеріңіз түсініп тұрған шығарсыз, өйткені бәйге басталғалы топ бастап еді. Әлі де сол қарқынмен, сол шабыспен шауып келе жатыр. Егер дәл осы қарқыннан жаңылмайтын болса, сөзсіз бүгінгі бәйгінің тұлпары, бүгінгі бәйгінің жүйрігі Karakat болатыны анық. Енді осы Баянауылдың бағына біткен Karakat туралы айтып өтейік. Шабандозы Сұлтан Төрехан, жаттықтырушысы Рахманбердиев Жомарт, иесі Нығманов Жасыбай. Жасыбай ағамыздың арғымақтары осы жылы жақсы өнер көрсетіп жүр деп айта аламыз. Солардың ішіндегі енді шоқтығы биігі Амарант қой. Амарант бұған дейін, егер біз қателеспесек, қос бәйге шауып, қос бәйгеде де бас жүлдені жеңіп алды. Оны да дайындап атқан осы Жомарт болу керек. Жомарттың қолынан шыққан жылқылар жүйрік болып тұр. Енді қазір Karakat топ бастап келетін болса, сөзсіз Жомарттың жұлдызы одан әрі жанары сөзсіз.
Мына қымбатты көрермен, сіздердің назарларыңызда 1, 2, 3, 4 тұлпар жүйткіп бара жатыр. Міне соңғы 2 айналым қалған кезде топ бастап бара жатқан жүйріктеріміз ақырын жылдамдық қосқанын көріп тұрсыздар. 4 топ бастады, қалғаны ізін алды. 15 шақырым өте жақсы жылдамдық, жақсы шабыс деп айтамыз. Енді бұлардың әлі де жылдамдық қосатын уақытысы бар. Енді ол осы айналымнан кейін болады. Соны күтіп тұрған көрермендер де бар. Назарларының барлығы осы топ бастап бара жатқан 4 тұлпарда. Сегіз, 27, 1 және 28 қымбатты көрермен, топ бастап келетқан 4 осы. 27 майдан қасқа 8-ші нөмірдегі жүйрігіміз. Ол әрине Мұрагер. Міне 4-дің шабысын қараңыздаршы. 4 топ бастап баратқан 4. 27, 8, 1, 25. 25, 27, 8, 1. 8 қымбатты көрермен, Мұрагер. 1-ші нөмірдегі қара қыз. 25-ші нөмірдегі баян қасқа және 27-ші нөмірдегі майдан қасқа. Осы 4 тұлпар топ бастап бара жатыр. Осы тұста 1-ші нөмірдегі жоламан тақымдаған қарақыз туралы айтып өтейік. Сағиев Найман. Қарақұс, атақты қарақұстың бел баласы қарақыз болу керек. Егер біз қателеспесек, топ бастап бара жатқандардың арасындағы ерекше қарқын көрсетіп бара жатқанда сол қарақыз болу керек. 1-ші нөмірдегі жүйрік қой ол, 1-ші нөмірдегі. 1-ші нөмірдегі жүйрік бір бола ма? Қазір қымбатты көрермен, сіз бен біз бірге білеміз. Бұған дейін топ бастаған қарақатты біз көзіміз шалмады. Жарыс жолынан шығып қалғанға ұқсайды. Бірақ керемет тұлпар, керемет жүйрік екен. Қарақат бұдан кейінгі бәйгісінде бұдан да жақсы өнер көрсетеді деген үмітіміз бар. Өйткені көрдіңіздер, қарқыны да шабысы да өте жақсы болды. Соңғы айналымға дейін топ бастады, өте жақсы жылдамдық көрсетті. Ал біз әрмен қарай жарысып бара жатқан жүйріктерге назар бұрамыз. Топ бастап бара жатқан 4 қазір 3 болды, сіздер көріп тұрсыздар. 3 осы 3-дің арасындағы 1 қазір бас жүлде автокөлікті ұтып алатыны анық. Өйткені қазір соңғы бұрылысқа жақындап келе жатқанын сіздер көріп тұрсыздар. Қазір бұрылысқа жеткен соң бұл жүйріктеріміз жылдамдыққа жылдамдық қосады, шабысқа шабыс қосады. Міне екеуі алдына шықты. Жаңағы біз айтқан қарақыз болу керек 1-ші нөмірдегі. Және 27 майдан қасқа мен қарақыз. Екеуі топ бастап бара жатыр. Ал 3-ші боп бара жатқан жүйрігіміз Әліптің артын бағып бара жатыр. Бапкері асықпа деген болу керек. Әлі де аңысын аңдып келе жатыр ма, жоқ әлде бар шабысы сол ма? Міне, егер біз қателеспесек, жүйріктеріміз бұрылысқа жақындады. Міне, бізге анық көрінді. Жотадан жарқ етіп шыққан екеу. Ізін алып келе жатқан тағы екеу. 4-ші келе жатқан жүйрік жүйткіп келе жатыр. 3-шіні басып озатын түрі бар. Міне, қос тұлпар, қымбатты көрермен. Қос тұлпар! Шабысқа шабыс қосты. 1-ші нөмірдегі бол. 27-1, 27-1. 27 ма, 1 ма? Екеуі таласып келе жатыр. 27-1,
27-1, 27-ci nömіrdегі майдан қасқа ма жоқ әлде қара қыз ба? Екеуі үзеңгі қағыстырып бірдей кірді. Қымбатты көрермен, қараңыздаршы, көрермендердің де делебесі қозып, қиқуға қиқу қосып, қос тұлпардың шабысына ризашылық білдірді. Қараңыздар, әлі де көрермендер жағында үнсіз тыныштық. Қайсысы бір келді, қайсысы екі келді деген сауал тұр саналарында. Қазір санау секундтардан кейін қайсысы бір, қайсысы екі болған сіздерге айтамыз. Қымбатты көрермен, жаңа ғана біз барып, бейне қайталау камерасынан көрдік. Сонда көз жеткізгеніміз 27-ші нөмірдегі майдан қасқа бас бәйгені жеңді. Бірінші нөмірдегі қара қыз екінші орынға ие болды. Осымен 3-ші, 4-ші, 5-ші орынның иелері де анықталды. Енді жүлделі болған және бәйге алған атбегілерді біз шын жүректен құттықтаймыз. Ал әрмен қарай келесі топ бәйгеге ойсамыз, ол ашық топ бәйге. Яғни еліміздің барлық өңірінен жиналған мықтылар қазір 15 шақырымда бақ сынайды. Соны тамашалайық. Мына қымбатты көрермен, топ бәйгенің тұлпарлары бүгінгі бәйгені бастады. Енді қазір сіздерге қанша тұлпардың жарысқа қосылғанын айта кетейік. Оған дейін топ бастап баратқан тұлпарға назар салайық. 5-ші нөмір мен 7-ші нөмір екен. 5 пен 7 топ бастады. Бесінші нөмірдегі Айман, топ бастап бара жатқан Айман. Мына қымбатты көрермен, көзді ашып жұмғанша бірінші айналым аяқталып келе жатыр. Назарларыңызда жетіп жатқан жүйріктер, қателеспесек, топ бастап келе жатқан 5-ші нөмірдегі жүйрігіміз болу керек. Ол әрине Айман. Дәл өзі 7-ші нөмірдегі жаңағына біз айтқан Көктөбе 19-14 ізін алып баратыр. 4-9-10. 4-ші нөмірдегі тұлпарымыз Ұлытау. Одан кейін 9-ші нөмірдегі Алғабас және 10-ші нөмірдегі Шахзаман. Осы 5-еу бастап бара жатыр. Айманның шабысы керемет. Айман топ бастап бара жатыр.
Мына қымбатты көрермен, әлде топ бастап бара жатқан сол Айман мен 7-ші нөмірдегі Көктөбе болуы керек. Екеуінде шабыс жақсы. Ізін бара жатқан 4-ші нөмірдегі жүйрікті сіздер көріп тұрсыздар. 4 болып бара жатқан 4-ші нөмірдегі тұлпарымыз. 4-ші Ұлытау, 10-ші нөмірдегі жүйрігіміз Шақзаман 3-ші болып жүйткіп бара жатыр. Міне 10 мен 4 сіздердің назарларыңызда. Ал топ бастап келе жатқан қош жүйрік. Міне сіздердің назарларыңызда. Тағы қайталап өтеміз. Айман мен бұл Көктөбе. 4-19. Дәл жаңағы осының алдындағы айналым секілді. Ол 5 тұлпар топ бастап бара жатыр. 4-9-10, 7-5. Жаяу Мұса Байжанұлының 190 жылдығына арналған бәйгені сіздер тамашалап отырсыздар. Топ бәйге, топ бастап бара жатқан әлі де сол Айман мен 7-ші нөмірдегі Көктөбе. Екеуінің қарқыны да, шабысы да жаман емес, екеуі бір-бірін ұзатар емес. Екінші ізін алып келе жатқан бір жүйрік бар, одан кейін топтың да шабысы біздің көңілге қонып отыр. Барған сайын жылдамдық қосып жатыр оларда. Қазір біздің алдымызға келгеннен кейін қымбатты көрермен 3 айналым қалады. Демек, тізгін қағар тұсқара біз жақындап қаламыз. 2 айналымға келген кезде шабандоздар тебініп аттарын ақырын алдыға жылжытады, жылдамдық қосады. Сол себептен қазір қызықтың көкесі 3-ші айналымнан кейін басталады. Бірақ қазір сол біз айтқан тартыс басталып кеткенге ұқсайды. Міне жаңағы ізін алып келетқан жүйріктер топ бастап бара жатқан Айман мен Көктөбеге құйрық түстесіп келе жатыр. Алыс емес арақашықтығы, шамалап алсақ бір 5-6 метр ғана. Бұлар жаңа ғана мен айттым, қазір топ бастап бара жатқан жүйріктерге жетеді, әрмен қарай тартыс күшейеді. 9-ші нөмір екен. Деген мықты шабыс. 9-ші нөмірдегі тұлпарымызды айтайық. 9 алға бас. Алға басты. Назарларыңызда 9-37 ма? 10-ші нөмірдегі жүйрік және 5 пен 7. 9-37, 20,
7-5. Бесеу топ бастап бара жатыр. Қымбатты көрермен, бір айналым 2,5 шақырымды құрайды. Сәйкесінше 15 шақырымда 6 рет айналады. Міне 3 айналым қалды мына соңғы атқа. Қараңыздаршы, 5-ші болып келе жатқан жүйріктің шабысы ерекше көзге түсті. Бауырын жазып, кең көсіліп келеді. Алдыңғы топқа қуып жетсем деген ниет бар. Егер аттың күші жетсе, қуып жетуі де мүмкін. Ол әрине 20-ші нөмірдегі жүйрігіміз ау деймін, егер біз қателеспесек. 20-ші нөмірдегі жүрек екен. 4-еу топ бастады. 20 қатарласқысы кеп келе жатыр. Көктөбе. Айман. 37-9-20. 37-ші нөмірдегі жүйрігіміз. 37 біздің тізімге кірмеген, жазылмаған екен. Міне қараңыздар, 5 жүйрік топ бастап бара жатыр. Әуелде топ бастаған Көктөбе бар, Айман бар, және біз айтқан 20-ші нөмірдегі жүйрігіміз болу керек, жүрек бар. Қараңыздар, не деген керемет көрініс, не деген керемет шабыс. Көк тұлпардың шабысы бірден көзге түседі. Өзгелерден бөлек, өзгелерден ерекше. 20-ші нөмірдегі жүрек қалмайды. 4-еудің ізін әлі алып келе жатыр. Егер дәл осы қарқынмен шаба беретін болса, әрине жүлдеге ілінетін мүмкіндігі бар. 9-37. 9 алға бас қой, алға бас. 37-ші нөмірдегі жүйріктің аты жазылмапты. Оның да шабысы жаман емес. 20-ші нөмірдегі жүрек бар, алға бас бар, Айман бар, Көктөбе бар. Барлығы да бір қалыпты шауып келе жатыр. Міне соңғы айналымға қазір шығарып саламыз. Қайсысы мықты, қайсы жүйрік, қайсы автокөлікті ұтып алады екен? 7 ма, 5 па, 37 ма, 20 ма, 9 ба, әлде 24 па? Өкшелеп келе жатқан 2 мен 29-ның да шабысы жаман емес. Қымбатты көрермен, қазір бір айналым қалған сіздерге тағы да қайталап айтамыз. Әуелде топ бастаған 4-еу ізін алып қуып жеткендерді көбейді. Жүлдеге таласады, жүйріктер қазір барын салады. Енді осы тұста сіздерге тағы бір қайталап өтейік. Топ бастап баратқан тұлпарлардың қатары өзгерген сияқты, үздіктер ауысқан сияқты.
Қазір сіздерге жүйріктердің атын атап түстейміз. Мына бұрылысқа бұрылды, әлде сол Көктөбе көсіліп бара жатқан. Арасында Айман бар, жаңа осы айналымның алдында 4-5 топ бастап еді. Қазір қуып жеткендері бар, ізін алып келе жатқандары да жоқ емес. Мына соңғы бұрылысқа жүйріктеріміз жақындап келе жатыр. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Топ бастап бара жатқан алдындағы қарагерма топ бастаған. Жоқ әлде көк па. Қазір атбегілердің жүрегі алып ұшып тұрғаны анық. Әсіресе алдыңғы топта келе жатқан жүйріктердің иелері мен атбегілері демін ішіне жиып отыр. Өйткені қазір соңғы айналым, соңғы бұрылысқа келе жатыр. Әлі де сол Көктөбе бар. Айман болу керек ілесіп келе жатқан. Міне қымбатты көрермен, соңғы бұрылыс, соңғы шайқас, соңғы тартыс. Міне 500 метрлікке жақындап келе жатыр тұлпарларымыз. Үш жүйрігіміз қатар бұрылды 500-лікке. Оппа! Шап-шабандыз! Топ бастап келе жатқан күрең төбел! 2-7 және 37. Екінші нөмірдегі тұлпарымыз күрең бел. Көктөбе және 37 тура әрекеген кезде жарақат алып қалғанға ұқсайды. Керемет шабыс, жаңа ғана айттық, ізін алып келе жатқан тұлпарлар бар дедік. Солардың бірі бірегейі, екінші нөмірдегі тұлпарымыз болды. Күреңбел, Алматы облысы. Мерей Бөбекбай Жамбыл, Сәтбаев Сапарғали атамыздың сәйгүлігі. Бүгінгі автокөліктің иесі анықталды. Алматы облысына бұйырды. Одан кейін ізін алып келген жүйрікті айтайықшы Көктөбені. Ол Астанан келген Мәрден Жанболат Шашебаев Нұрхан Баптайт Ахметовтер әулесі. 7-ші нөмірдегі жүйріктің еңбегі ерін деп айтамыз. Бәйге басталғаннан топ бастады, соңына иштас берді. Соңында 2-ші нөмірдегі тұлпармен тартысты, жарысты, сәйкесінше 2-ші орын алды. Одан кейінгі жүлдеге ие болған атбегілерді және шабандоздарды жүлдесімен шын жүректен біз құттықтаймыз. Қымбатты көрермен назарларыңызда бүгінгі аламан бәйге қатысатын жүйріктер қазір санаулы секундтардан кейін бұл тұлпарлар бүгінгі бәйгені, яғни бәйгілердің төресі аламанды бастайды. Қолында тізім бар, қазір қанша жүйрік қатысып отқанын сіздерге айтып өтейін. Жалпы жиыны 23 жүйрік. Атын атап түсіністеп үлгереміз ба? Кеттік. Қарлығаш, Марапат, Сомбалақ, Багира, Байқоңыр, Береке, Ерке Жирен, Шымыр, Байсангүр, Легетті, Қыран, Айторы, Толагай, Жәдігер, Жалын, Ақбақай, Ақбұлақ, Күлтөгін, Ағиық, Елторы, Садақ, Таң Жирен және Арбат. Міне, таныстырып үлгердім.
Alaman beyge bastaldı. Mana keremet jüriktörümüz bugünkü beygini bastap ketdi. Mana keremet ağızlıkpen alsa jüriktörümüz jütküp bara жатыр. Birinci nömerdegi tulpar top bastadı. Marapat eken. Marapat bugün marapat alama degen savol var. Onu beygi barısında göremiz. Al 68-nji nömerdegi Akbagay barlık atlardan izin alıp soğunan çıktı. Osta bas beygine aytıp öteyik. Bas beygige su şanga crossover tigilip otur. Chevy Tiggo 4. Däl осы жүлдөне жалпы жаяу мыса Байжан уулунун 190 жылдыгына ардалган Аламан бейгине каяргымак жеңип алады. Мына жаңбыр себезгилеп жауып тур, бирок одан качатын, жауындан калка издейтин көрөрмөндү көрүп турган жокмун. Барлыгы түк туруп бүгүнкү бейгини тамашалап тур. Я бул атка деген, жалпы жүйрүккө деген жанкүйерлүк, махаббат деп айтсак болады. Я Павлодар облысының жұрты жалпы ұлттық спортқа ерекше көңіл бөледі. Бұған дейін біз ертіс өңіріндегі бәйге бардық, ондағы көрерменде бәйге басталғаннан соңына дейін тамашалап өздерінің тұлпарларына жалпы шауып бара жатқан шабандоздарға жанкүйерлік етіп, қиқу қосып, қошемет ұрып тұрды. Міне сол көрініске қарап, өңірдің жұрты ұлттық спортқа ерекше назар аударады деп топшылаймыз. Мына қымбатты көрермен көзді ашып жұмған іша алғашқы айналым аяқталуға жақын. Шабандоздар жүйіктердің өздерінің арқына көндірген секілді 70-ші нөмірдегі шабандоз көз қиығымен бізге қарап қояды. Атын атайық, 70-ші нөмірдегі жалын үстіндегі шабандозы Сұлтан деген батыр екен. Бірлік Батырхан ат иесі, Қуаныш Нараздық көпті назар болу керек жаттықтырушысы жалынды ізгін деген Сұлтан Жұматшанин ауылы жергілікті жүйрік болу керек. 25 шақырым бүгінгі Аламан бәйге 10 айналым болады. Бірінші айналымды аяқтады, 9 айналым қалды. Бір айналым тағы етіліп өтеміз, 2,5 шақырым.
Mana qымбатты көрермен, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Басын шұлғып келе жатқан 20 қаншасыншы жүйрік екен нөмірі. Топ бастап баратыр, жирен қасқа. 20 ма, 70 па көзі келінбей келатыр. 8-ші нөмір сіздер көріп тұрсыздар. Бір бар. 5, 60, 70 па топ бастап бара жатқан. О, жалын ғой. Біздің алдымыздан жалында бөткен жалын топ бастап бара жатыр. 8 бар, 62 бар, 5 бар, 1 бар, жалын бар. Мына айналымның арғы бетіне барғаннан кейін жүйріктеріміз орта шабысқа түскенін көріп отырсыздар. Біздің алдымызға келгенде ақырын жылдамдық қосып отырады. Ол түсінікті де, өйткені жүйріктер жалпы жанкүйерлердің қолдауын, жанкүйерлердің демеуін сезеді. Қараңыздар, ішіне деген керемет көрініс. Шабандоздар бір-біріне қарап, аттарының шабысын, аттардың аяқ алысын бақылап, бағымдап келе жатыр. Екінші айналымды аяқтап келе жатыр. Міне, екі топқа бөлінген. 8 айналым қалады. Екі топ. Жалын ғой, жалындап келе жатқан. Азамат, Сұлтан Азамат. Өте жақсы шабыс көрсетіп бара жатыр. Жалынды тізгіндеп бара жатыр. Мына қымбатты көрермен, жаңа ғана екі топ боп шауып бара жатыр еді. Қазір жүйріктеріміз барлығы бір топқа топтасты. Ал енді осы топтың арасынан біреуі суырылып шығады ғой. Бірақ суырылып шыққанға дейін әлі бірнеше айналым бар. Қазір топ бастап алдыға атылып шығатынын көріп тұрған жоқпыз. Барлығы да асығар емес. Аттегілер асықпа. Осы қарқынды жоғалтпа деген кеңес айтып отыруы бек мүмкін. Өйткені барлығы да бір қарқынмен шауып келе жатыр. Ұзап кеткені жоқ. Қалып кеткені де бар деп айтпаймыз. Міне, 4 тұлпар. Бірінші нөмірдегі жүйрігіміз сіздердің назарларыңызда 4-ші болып жүйткіп бара жатыр. Үшеу ғой. Үштік барады алды. Қазір үшеуінің нөмірін көзге түссе сіздерге атап береміз. 60-шы нөмірдегі арғымақ, ол күлтегін. 3-ші болып жүйткіп бара жатыр. 5-ші нөмірдегі тұлпарымыз қарлығаш және жалын. Жалындап келеді. Әуелден топ бастап еді. Жалын топтың басын бермей келе жатыр. 60 пен 5 жалынның жанында жүйткіп барады.
Сұлтан сәйгүлігімен сүйреп баратыр топтың басын. 65. 60 күлтөгін 5-ші нөмірдегі жүйрігіміз тағы қайталаймыз. Қарлығаш. Мәне біздің алдымызға жақындап қалды. Жұпарларымыз шабысқа шабыс қосты. Әсіресе алдында жүйткіп келе жатқан төртеудің шабысы ерекше болып тұр. Әуелде жалын бастаған топ болу керек қой. Я, Сұлтан. 75-48. 75-48. Жалын. 5-ші нөмірдегі тұлпарымыз Қарлығаш. 48 Толағай. Топ бастаушылар қатарына Толағай кірді. Одан кейін іздің алып келе жатқан күлтөгім бар ғой, Дулат тақымдаған. Дін Исламбек ағамыздың күлтөгіні де 4-ші болып жүйткіп бара жатыр.
Мына қымбатты көрермен, қараңыздаршы, неткен керемет көрініс. О, біздің шабандоздарды қараңыздаршы. Ұлы даланың профессорлары ғой, дала профессорлары бұлар. Аттарының өздерінің икеміне келтіріп, барлығы аттарының жағдайына ерекше назар аударып келе жатыр. 68, 8, 58, 24, 1, 20, 66 бар. 56, 74, 60, 17, 52 болу керек. Ал үшеудің біріншісі жалын, толағай және қарлығаш. Ақырын жүйріктеріміз жылдамдық қосып атыр. 5 айналым қалды, бірақ әлі де жылдамдық қосуға ерте секілді. 5 айналымда енді 2,5-ға көбейтіп жіберсеңіз, әлі де 12,5 шақырым бар ғой. Сол себептен асықпаған дұрыс, әлі де асықпағаны дұрыс. Қымбатты көрермен, назар салып отырыңыздар. Осы тұлпарлардың арасында біреуі бүгінгі автокөлікті ұтып алады. Бірақ қайсысы? 58 ба, 68 ба, 51 ма, 41 ма, жоқ әлде 66 ма, 14 ба, 70 ба, әлде 5 ба? Қайсының бағымен бабы қатар шабады екен? Барлық көрерменнің де күтіп отқаны сол. Бұл аламан бәйге аттың аты, жүйріктің жүйрігі шабатын жарыс қой. Дайындығы келіскен, тынысы кең, жетілген жүйріктер бұлар. Бұған дейін талай бәйге шапқан ғой. Талай бәйге қосылған, жетістікке жеткен тұлпарлар. 48-ші нөмірдегі жаңа біз Толағайды айттық. Толағай бұған дейінде бәйге шапқан. Осы Ертіс ауданында болған бәйге қосылған еді, бірақ соңғы айналымда ол тоқтап қалған. Жақсы шабыс көрсетті. Одан кейін Ақбақай бар. Ақбақай да өткен жылы бәйге алаңында жақсы өнер көрсеткен еді. Жиырмасыншы нөмірдегі Өбекбай Жамбылдың Байқоңыры да бар.
Байсаңгүр бар, Нұрхан баптаған. Міне әлі де сол 70-ші нөмірдегі жалын топ бастап барады. 5 бар. 5 пен 48. Қарлығаш 48-ші нөмірдегі толағай әлі де сол 3 тұлпар топ бастаудан жаңылмай келе жатыр. Төрт айналым қалды. Мәтті көрермен. Қазір осы 3 айналымнан кейін жүйріктер шабысқа шабыс қосып жүлдеге таласатын болады. 68-ші нөмірдегі ерекше көзге түседі. Сары бас киім киген, 17-те сары бас киім киген екен. 67-ші нөмірдегі достағандай баланың атына тек 68 Жоламан Бақытбек, Жамбыл облысы. Қымбатты көрермен, жүйріктеріміз шабысқа шабыс қосты. Бұл осы шабыспен бірге біздің де даусымыз әрмен қарай қатты шыға береді. 70-ші нөмірдегі жалын әлі де топ бастап келе жатыр. 5 бар, 48, 17, 62, 53. Және 4 топ бастап бара жатыр. Екінші топта кетіп жатқан тұлпарларында шабысы жаман емес. Енді осы қарқыннан түсірмейді. Осы шабыстан жаңылмайды шабандоздарымыз. Өйткені баспайға тігіліп отқан автокөліктің құны да, атағы да, абыройы да жоғары болып тұр. Сол себептен қазір шабандоздар да, жүйріктер де барын салады, жанын салады. Осы уақытқа дейін жиған терген өнерін көрсетеді.
барған сайын жүйріктер жылдамдыққа жылдамдық қосып жатыр. Екі айналым қалды деп айтамыз. Енді осы шабыстан жаңылмайтыны анық. Тұлпарлардың бас бәйгеге таласады. Топ бастап келе жатқан әлі де жалын. Екі айналым қалды. Жылдамдық өте мықты. Егер осы жылдамдыққа шыдас беріп, осы тұлпарлар мәреге дейін барлығы жететін болса, онда әрине біз осы жүйріктердің ат белгілеріне және шабандоздарына қошемет соғып, азаматсың деп арқасынан қағамыз. Өйткені дәл осы жылдамдықпен 5 шақырымды шауып өту оңай емес. Сол себептен біз жіті бақылауға аламыз. Әрмен қарай жүйріктердің шабысын топ бастап бара жатқан 3, 6, 7, 8-шісі болып ілініп бара жатқан ол 20-шы нөмірдегі жүйрігіміз Байқоңыр деген. Міне, қазір ат белгілердің енді осы жерде сыналатын тұсы. Қандай тактика, қандай әдіс қояды, соған байланысты болады. Бірақ алдыңғы топтағы тұлпарлардың шабысы көз сүйсінтіп тұр. 3, 5, 6, 7, 8. 8 сәйгүлік топ бастап келе жатыр. Қазір біздің алдымызға келгеннен кейін бір айналым қалады. Шабысқа шабыс қосады. Жүлдеге барын салады. Міне, шабандоз, шабатыз баты көрермен соңғы айналымға кетеді. 500-дік емес, бірақ енді жүйріктердің шабысы тіл көзіміз тасқа өте жақсы. Соңғы айналымға кетеді. Әуелде жарыс жолына шыққан 23-тен қалғаны осылар ғой. 23-тен қалғаны осылар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Жетеуді жүйткіп бара жатыр. Жетеудің арасындағы жұлдызы қайсысы? Жұлдызы қайсысы болады? Мықтысы қайсысы болады деген мына көрермендердің көкейінде сауал тұр. Біз де қобалжып, біз де жанкүйерлік етіп тұрмыз. Қайсысы жеңсе де жүйрігі жеңеді, мықтысы жеңеді. Бағы мен бабы қатар шапқаны жеңеді. Шамалап алсақ, 2 шақырымдай қашықтық қалды. Топ бастап бара жатқан Толағай 62-ші нөмірдегі. Осындай кезде аттың атында таппай қаламыз ғой. 62-ші нөмірдегі жүйрігіміз 62 қыран және 68 Ақбақай. 20-шы нөмірдегі тұлпарымыз Байқоңыр 51 мен 70. 51 легетта, 70 әуелді топ бастаған жалын. Қайсысы қазір бірінші болады, қайсысы екінші болады деген сауал қайта мына тамаққа келіп тіреліп тұр. 1,5 шақырымдай қашықтық қалды.
68 ба, 48 ба, 62 ма, 20 ма деген сауал тұр. Жамбылдың жүйрігі мен шығыстың жүйрігі қатар шауып келе жатыр. Ей, шабандоз, шабатыс, қайсысы мықты, қайсысы жүйрік. Қос тұлпар тіресіп келе жатыр осы 500 метрлікке. Екеуі бірге кіре ма, жоқ әлде өзге стоп бастай ма, әзірге сұрақ болып тұр. Әлі де біздің көз алдымызға ілінген жоқ, бұрылысқа жақындады. 68, 48. Ей, толағай ма, ақбақай ма? Мәні бұрылысқа жақындады. Толағай, ақбақай және 20-шы нөмірдегі Байқоңыр. Мәні үшеуі, бұрылысқа шықты. Байқоңыр барын салды. Ақбақайдың шабысы баяулап қалды ма, әлде осы шабыс па, әлде 500 метрлікті күтіп келе жатыр ма? Мәні соңғы 500 метрлік Толағай, Ақбақай, Байқоңыр. Толағай! Байқоңыр және Ақбақай. Сөзсіз Толағай топ жарды. Байқоңыр екінші, 68-ші нөмірдегі Ақбақай үшінші орынға ие болды. Керемет шабыс, керемет жарыс. Міне, жаңа ғана қымбатты көрермен, мен өз сөзімде айтып едім. Осы соңғы айналымға кеткен жүйріктер осы шабыспен жететін болса, сөзсіз азаматсың деп, арқасын қағамыз, қошемет тұрамыз деп. Расымен де бүгінгі бәйге ие болған шабандоздар да, атбегілер де ерекше құрметке лайықты. Өйткені ерекше жылдамдық, жоғары қарқынмен өнер көрсетті. Керемет аламан бәйгінің шабысын көрсетті. Көрермендерге ерекше қуаныш сыйлады, ерекше ләззат сыйлады. Бәйге ие болған, жүлдеге ілінген атбегілерді және шабандоздарды біз шын жүректен құттықтаймыз. Молдабек Миржан. Жұмат Шанин ауылы. Күркел ауылы, қошеметтен қоя қаттыра жасай беріңіздер. 4-ші орынға иеленген жабық бәйгеде Нұрғалиев Елкен Жүсіпбек Аймауытов ауылы. Қошеметтеріңіз. Сонымен бірге 500 мың теңге сертификат. Ендеше 3-ші орынға иеленген Затуов Махамбет Кендік ауылы. Қошеметтеріңіз құтты болсын. Сонымен қатар 700 мың теңге сертификат. Ендеше 2-ші орынға иеленген Сагиев Найман Мәшһүр Жүсіп ауылы. Қошеметтеріңіз. 1.500.000 теңге Сагиев Найман бауырымызға бұйырып отыр екен. 1-ші орынға иеленген Каримов Сүтшан Жұмат Шанин ауылы. Қошеметтеріңіз. 1-ші орын автокөлік. Аттыра қошемет соқпайық. Жұмат Шанин ауылы құтты болсын. Автокөлік. Сүтшан бауырымыз автокөлікті Жұмат Шанин ауылына әкеліп бара жатыр. Тобылденов Нұржігіт Астана қаласынан келіп отырған бауырымызға бұйырып отыр екен. Сонымен қатар 300 мың теңге сертификат. Ал 4-ші орынға иеленген
Тисанов Әділ, Шығыс Қазақстан. Тисанов Әділ, дұрыс па? Шығыс Қазақстан. Сонымен қатар 500 мың теңге сертификат. Үшінші орынға иеленген Иманқұлов Ардақ, Жамбыл облысы. Қошеметтеріңіз. Ашық топ бәйгеде үшінші орынға иеленіп отыр бауырымыз. Сонымен қатар 700 мың теңге сертификат. Екінші орынға иеленген Ахметовтер әулеті, Астана қаласы. Сонымен қатар 1.500.000 теңге. Ашық топ бәйгеде бірінші орынға ие болған Сатпаев Сапарғали, Алматы қаласы. Бірінші орын ашық топ бәйгеде. Сонымен қатар автокөлік өздеріңізге ұсынылады. Ерсұлтан Тараз қаласынан келіп отыр екен, 5-ші орын иегері. Сонымен қатар 300 мың теңге сертификат. Русмағамбетов Медет Шет ауданы дейді. 4-ші орын құтты болсын, келіңіздер. Өздеріңізге тиесілі сыйлықты алып келіңіздер. Қошеметтеп қояқ, Шет ауданы. Тұрақұлов Ермек, Жамбыл облысы. Еліңіз, 3-ші орын құтты болсын. Сонымен қатар 1 миллион теңге сіздердің қанжығаларыңызға байланып отыр. Сатпаев Сапарғали, Алматы қаласы. 2-ші орынға иеленіп отыр. Жаңа 3-ші орынға иеленген, енді аламан бәйгеде 2-ші орынға иеленіп отыр. Бір қошемет жоқ қояқ. Ой, кешіріңіздер, 1-ші орынға иеленді. Автокөліктің иесі кішкентай бауырымызға тағы да бір қаттыра қошемет жоқ қояқ. Ендеше көптен күткен толқушы сәтке де келіп жеттік. Аламан бәйгеде 1-ші орынға иеленген Кенжебаевтар әулеті, Абай облысы. Қошеметтеріңіз. Сонымен қатар сіздерге де автокөлік. Ал беріңіздер. Жеңістеріңіз құтты болсын. Автокөлікті ұсынып жатыр, мінекей. Құрметті көрермен, Жаяу Мұса Байжанұлының 190 жылдығына арналған ұлы дүбір тарих бетіне жазылды. Көрдіңіздер, жүлдеге ие болған атбегілердің көзінде қуаныш, көңілдерінде шаттық бар. Оларға көрермендерде ерекше қошемет көрсетіп, разышылығын білдірді. Сәйкесінше көрермендерде, жанкүйерлерде ерекше әсер алды. Енді осы іс-шараны ұйымдастырған Павлодар облысының әкімдігі, Павлодар облысының әкімі Асайын Байханов мырзаға ерекше алғыс айтамыз. Қолдауға келген өңір жұртына да ризашылық білдіреміз. Осымен бүгінгі біздің эфир тамам. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Біз әрмен қарай өзге де ірі бәйгелерге, ұлы дүбірлерге аттанамыз. Аман болыңыздар.